Сәлеметсіздер ме балалар? Әліппе пәні 82-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы Х дыбысы мен әрпі. Оқу мақсаты: сюжетті сурет бойынша шағын әңгіме құрау, сөздерді үндестік заңына сәйкес дұрыс айту. Оқу түрлерін буындап оқу, тұтас оқу, мәнерлеп оқу, түсініп оқу, қолдану. Жазу жолын: жол аралықты жолдың жоғарғы және төменгі сызықтарын сақтап, әріп элементтерін, әріптердің бір-бірімен байланысын көркем талаптарына сай жазу. Сенің білетінің: сюжетті сурет бойынша әңгіме құрайсың, сөздерді дұрыс айтып үйренесің, әріп элементтерін, сөздерді байланыстырып жазасың. Неге ұқсайды? Талдан иген ағаш ат, жүйрік болсын балам, Хғада ұқсаған көмекші ат, жасап берді Адамбек. Орындыққа қарайық, ұқсайды екен қай әріп? Яғни орындығымыз Х әрпіне ұқсайды. Болжау әдісі. Мына жерде балалар кресло, диван, тумба, кухонный стол, орындық бәрін бір сөзбен қалай айтамыз балалар? Жиһаз деп айтамыз. Жиһаздар. Я балалар, жиһаздар сөзінде бізге таныс емес әріп бар ма? Х әрпі таныс емес. Олай болса балалар, сюжетті сурет бойынша шағын әңгіме құрастырайық. Х әрпі дауыссыз дыбыс. Ол сөздің ортасында кездеседі. Жиһаз. Жиһаз ағаштан жасалған тұрмыстық бұйым. Айдаһар. Айдаһар ертегілерде кездеседі. Гауһар. Гауһар қымбат бағалы тас. Балалар, Х әрпін ауада жазып үйренейік. Ал кәне бірге жазамыз балалар. Жоғарыдан төменге қарай. Міне осындай етіп балалар жазамыз. Сөздерді үндестік заңына сәйкес дұрыс айту оқулықпен жұмыс. Бұл жердегі суретке қарай отырып, өздеріңіз балалар суретке қарап сөйлем ойлай қойыңыздар. Мына жерде айдаһар сөзі берілген. Айдаһар сөзінде 3 дауысты дыбыс, 3 буын бар. Балалар, Х әрпін үйден жіптен жасап көріңіздер осындай қылып. Жарай ма балалар? Енді мен сіздерге сөздер оқып берейін. Қане, менімен бірге қайталаңыздар. Қаһар, қаһарлы, қаһарман, гауһар, жиһаз, шаһар, жаһан, жиһангез, мәшһүр. Жарайсыздар балалар. Осы сөздердің мағынасын таныстырып өтейін. Қаһар сұсты деген мағынаны береді. Қаһарлы, айбарлы, қаһарман, ержүрек, батыр деген мағына береді екен. Гауһар асыл тас, жиһаз ағаштан жасалған тұрмыстық бұйым, шаһар қала, жаһангез саяхатшы, жаһан әлем, мәшһүр әйгілі, атақты, даңқты деген мағынаны береді екен. Балалар, бұл сөздердің мағынасын біліп жүріңіздер. Келесі оқу мақсатына сәйкес оқу түрлерін буындап оқу, тұтас оқу, мәнерлеп оқу, түсініп оқу, қолдану. Гауһар Адияға хабарлама жазды. Елімізде халық қаһарманы деген атақ бар. Осы атақтың иегерлерін білесің бе? Мәтінде Гауһар Адияға хат жазғанын айтады. Ол хатында халық қаһарманның иесі кім екенін білесің бе деген екен. Қаһарман ержүрек, батыр деген сөзді білдіреді. Олай болса, қаһарман Бауыржан атамыз туралы бейне жазбаны тамашалайық. Ұлы қаһарман Бауыржан.
Жазу жолын жол аралықты жолдың жоғарғы және төменгі сызықтарын сақтап, әріп элементтерін, әріптердің бір-бірімен байланысын көркем жазу талаптарына сай жазу. Балалар, сіздер дәптерлеріңізге Х әрпін көркем жазып шыға қойыңыздар. Одан кейін мына жерде берілген суреттерді қатессіз жазамыз. Қандай сөз екен? Айдаһар, қоян, хат, аю. Яғни осы сөздерді дәптерлеріңізге жазып аласыздар. Көшіріп жаз. Мына жерде сөйлемдер берілген, осы сөйлемді дәптерге байланыстыра отырып, әдемілеп, әріп элементтерін жақсы етіп салып, көшіріп жазасыздар. Шығармашылық жұмыс. Бұл жерде ертегідегі кейіпкерлерді боя, қай ертегі деп ойлайсың? Сіздерге суреттер берілген, осы суреттерді қарай отырып, ертегінің кейіпкерлерін өздеріңіз бояп шығасыздар. Одан кейін екінші тапсырма айырмашылықты тауып бояу. Яғни оң жағында және сол жағында суреттер берілген, екі суретте бір-біріне ұқсас, осы суреттердің бір-бірінен айырмашылығы қандай? Соны бояп шыға қоясыздар бірдей қылып. Неше айырмашылық тапқандарыңызды айтатын боласыздар. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Х әрпін меңгерген болсаңыздар, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта тағы да бейне жазбаларды салатын боламын. Сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет.